Так, var 21:07. Сигнализация жасамай қалды. Енді соны тексеріп жатырмын қазір. Мынау активатор пистолеті ашып жабады. Мына жақта міне келіп тұр, центральныйға барады. Қайсысына барады. Осыны қазір тауып алатын боламыз контролкамен. Мына контролка. Тексеріп қарайық. 0 келіп тұр да, массы келіп тұр. Қазір енді кнопканы басқан кезде фазы келу керек осыған. Қазір маған 0 келіп тұр қазір. Ана пультті басқан кезде плюс келу керек осыған қызыл. Келіп тұр. Осы мына екеуі екен. Біздің активаторға баратын. Осы екі проводымыз. Осы екі провод жалғап қазір тексеріп көреміз, бұйырса. Мынау қазір міне 0-ге бердік. Мынау фазы болу керек негізі. Қазір мына көк свет жанса, жасыл свет жанса 0 келіп тұр деген ғой. 0 айналып келіп тұр да. Міне көк свет жанып тұр. Жасыл свет. Осыны қазір пультті басқан кезде қызыл свет жану керек та, мына қызыл свет жану керек. Сонда плюс-минус келіп тұр деген сөз да. Міне пультті басамыз, міне. Әне. Қызыл свет жану өшті, міне. Міне мынау ашылды. Түсінікті ғой. Қазір осы екеуін активаторға қосамыз. Мына екі проводқа. Сонда жасау керек. Центральный замағымыз. Міне жалғадым. Мынау массымыз, мынау плюсіміз. Екеуін жалғадым. Енді қазір тексеріп көрейік пультті. Қазір есік жаппасақ жасамайтын сияқты, есік жауып көрейік. Şu наоборот болып кетті, плюс-минус ауысып кетті. Мына плюс-минус ауысып кетсе де, мына екі проводтың орнын ауыстырамыз қазір. Қазір арғылар ашқан кезде мынау жауып қалып тұрды. Екеуі екі бөлек жасап тұр. Қазір екеуін ауыстыратын боламыз. Сосын бәрі біргелікте жасайтын болады. Міне екеуін ауыстырып жалғадым. Қазір есікті жауып қайттан кілттеп көрейік. Міне активатор көрдіңіз ғой. Міне кілттенді. Міне ашылды. Міне ар жағы да сондай. Міне жасады бұйырса. Осылай қылып контролкамен қарап өздерің жасай берсеңдер болады. Сөйтіп автоэлектрик болып кетесіңдер ғой.